Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өзімнің ораманнан жасау тәсілімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін қажетті заттар: асқабақ, пияз, бір дана сәбіз, картоп және тартылған ет. Бұның барлығын қоспайтын боламыз, жартысын қосамыз. Ендеше барлығын турап дайындап алайық. Ең алдымен асқабағымызды кубиктап турап аламыз. Менің каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Маған асқабақпен жасалынған манты қатты ұнайды, сол үшін асқабақ қостым. Ал ол өз қалауларыңызша. Және пиязымызды да барынша майдалап тұруға тырысамыз. Міне пияздың барлығын турап алдым. Енді келесі картопымызды дәл солай кубиктап турап аламыз. Міне картопты да турап алдық. Және бір дана сәбізімізді мен өткіштен өткіздім. Сәбіз қосу міндетті емес, ол да өз қалауларыңызша. Келесі тартылған еттің жартысын кесіп алып, оны да қосамыз. Және 1,5 ас қасық тұз қостым. Қара бұрыш қостым. Және зира дәмдеу үшін қостым. Және мен сочный болу үшін осындай сұйық май қосып жібердім. Енді барлығын жақсылап қолымызбен мұжып араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді қамырын илейтін боламыз. Ол үшін суымызға жарты ас қасық тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды ыдысқа дайындап алып, ортасын осылай кішкене ашып жібереміз де үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Және тұз қосылған суымызды үстінен құя отырып, қатты емес, қатты жұмсақ емес, орташа қылып қамырымызды илейміз. Және мен бірден қамырымды 4 бөлікке бөліп аламын. Осылай 4 бөлікке бөліп алатын болсақ, бізге қамырды жаю оңайға соғады. Және бұл 4 қамыр мантоварканың 4 листіне арналады. Осылай әрқайсысын жеке-жеке домалақтап аламыз. Және астына ұн сеуіп, төртеуін орналастырып, бетін салапанмен жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Міне 10 минутымыз өтті. 10 минуттан соң қамырымызды тағы да бір июын қандырып қоямыз. Қамырымыз өте жақсы жайылды. Міне 4 бөлігінде осылай домалақтап, тағы да июын қандырып шығамыз. Астына ұн сеуіп, бетін салапанмен жауып, жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Міне жарты сағатымыз өтті, қамырымыз дайын болды. Енді оны жаюға кірісеміз. Алдымен осылай қолымыздың көмегімен үлкетіп аламыз, одан соң осылай оқтаумен тағы да үлкетеміз. Міне осылай оқтаудың көмегімен бірінші орамас бұрын осылай үлкетіп алатын болсақ, біздің қамырымыз доп-домалақ тегіс болып шығады. Және ары қарай арасына ұн себе отырып, оқтауға осылай орап, кішкене қолымызбен басып жаямыз. Келесіде айналдыра отырып, қайтадан осылай орап, айналдыра отырып жаямыз. Одан соң үлкен оқтауымды алып, ары қарай қамырымды жайып шықтым. Міне қамырым дайын болды. Барынша жұқа етіп жаямыз. Және оның бетіне сұйық майымызды жағып шығамыз. Міне сұйық майымды жағып шықтым. Енді салмамды 4 бөлікке бөліп, осылай бетіне бір келкі етіп салып шығамыз. Міне салып болдым салмамды, енді ораймыз. Маған осылай бірден жалпақ қылмай, осылай домалақтап ораған ұнайды. Енді мантоварканың листтерін майлаймыз. Және қамырымызды екі жағынан осылай домалақтап ортаға орап әкелеміз де листімізға саламыз. Және оны ары қарай жайып орналастырамыз.
міне орналастырдық. Енді оның бетін сұйық маймен майлаймыз. Міне барлық листтің бәрін жасап майлап салып шықтым. Енді бетін жауып 45 минутта отта пісіріп аламыз. Енді ары қарай тұздығын дайындаймыз. Тұздығына бір дана пияз қажет болады. Оны осылай екіге бөліп майдалап турап аламыз. Тұздық міндетті емес, ол әрине өз қалауыңызша. Маған тұздықпен ұнайды. Міне пиязымызды турап алдық. Және менде осындай қысқа арнап жабылған салаттың ішіндегі осындай болгар бұрышы. Оны осылай майдалап турап аламыз. Сіздер кәдімгі шикі болгар бұрышын қоса берсеңіздер болады. Енді сковородкамызға майымызды құямыз. Май қызған соң пиязымызды саламыз. Пиязымыз кішкене солғанша 3-4 минуттай қуырамыз. Және бағанағы болгар бұрышын саламыз. Тағы да 1-2 минуттай қуырып жібереміз. Және кішкене қара бұрыш қосамыз. Және мен томаттың орнына осылай қысқа арналып жабылған салаттың сұйықтығын қосып жібердім. Міне барлығын араластырып, тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Міне біздің тұздығымыз дайын болды. Оттың астын өшіреміз. Мінекей біздің орама нанымыз да пісіп шықты. Өте дәмді болып шықты. Осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.